Жақсы нәрсені таңдау деген кезде мен бір мысал айтайын деп отқаным ғой жаңа. Алланың құдіреті кең бір сахара дейді да жаңағыдай. Бір шөл дала. Ай дала, шөл дала. Алланың құдіретін қараңыз да. Сол шөл далада біреу келе жатады ғой, бір кісі. Бір қарғаны көреді ғой жаңа. Қарғаны бүйтіп қараса, көзі көрмейді. Жарадар да. Аяқ сынып кеткен. Қанат сынып кеткен. Бір жаңағы жарайтын жері жоқ ана қарғаның. Сөйтіп бұл таң қалып отырады. Бұл енді не болды? Бұл көзі жоқ. Бір тамақ жейін десе, қанаты жоқ ұшайын десе, жүрейін десе аяғы жоқ. Бұл енді өліп қалады-ау деп анау қарайды анаған. Сөйтіп, өліп қалады-ау деген кезде бір дені сау қарға ұшып келеді ғой, қарасаңшы. Ай дала. Сөйтеді де аузында тамағы бар ананың, дені сау қарғаның. Сөйтіп мынаны тамақтандырады ғой жаңа. Ана қарға былай айтқан кезде жарадар ол, бейшара. Тәуелді қараң, аяқ сынған, қанат сынған, көз көрмейді жаңағыдай. Ол көзі көрсе де бүйтіп тырбаңдап бір нәрсе қылады ғой. Көзді көрмейді. Бірақ ана сау қарға келіп бұның аузына тамақты беріп жатыр ғой жаңа. Тамақтандырып жатыр жаңа. Сөйтеді де тамақтандырып ананың қарнын тойғызып ұшып кетеді ана қарға. Сол кезде Аллаху акбар дейді ғой мына. Құдай жұрттың бәрін қимылдаған жанның рызқысы менің мойнымда дегені рас екен ғой дейді ғой жаңа. Мен бұны көзбен көрдім дейді жаңа. Емес ана өліп қалады деп отыр еді анау. Астағиду билла, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, Астағиду билла, «Вама мин даббатин илля алаллахи ризқуха» дейді. Қимылдап жатқан нәрсе бар, рызқысы Алланың мойнында дейді ғой. Соны дейді, мен мына екі көзбен көрдім дейді. Енді дейді, бұл таңдау жасайды ғой жаңа. Мынау қарғаны аштан өлтірмеген Алла мені аштан өлтіре ма? Мына күйбең тіршілікті қойдым дейді ғой жаңа. Саудада істемеймін, ақшада таппайым жаңағыдай. Еш нәрсе қылмаймын. Мынау Құдай Тағала өлтірмейді екен ғой. Сөйтіп бір үңгірге барады да таңдайды ғой. 5 уақыт намаз, құлшылық жаңағыдай. Кірісіп кетеді жаңа. Сөйтіп бұның не атағы бүкіл жаһанға жайылады ғой. Пәленше деген әулие бар, үңгірде жатыр ол. Ол тек қана құлшылықпен. Сөйтіп жұрттың барлығы барып оның батасын алады. Ол жаңағы шынымен айтпақшы, жұмыс істемесе де қарны тоқ. Құдай Тағаланың құдіреті, Алла Тағала адамның жағдайына қарап рызық бере береді екен. Мысалы шақалақта еш нәрсе келмейді қолынан. Оның тамағын Алла Тағала аузына апарып береді екен. Шақалақтың тамағы аузына келіп тұр, дұрыс па? Ол жер айдамайды, таксоват қылмайды, ол мысалы үшін да, заводта істемейді. Ол құр аузын ашады, қарны ашса не қылады, жылайды ол. Тамақ оның аузына келіп жатыр, дұрыс па? Кейін ол аяққа тұрып жүргеннен кейін жаңағыдай өзі барып жейтін болады, дұрыс па? Дастарханнан. Үлкейгеннен кейін өзі ақша тауып, Енді ақша тауып жеп жатсыз ғой жаңа. Ақша тауып жеп жатсыз. Бірден больницаға түсіп қалдыңыз да. Ақша таба алмай қалдыңыз, таксоват ете алмай қалдыңыз, жұмыс істей алмай қалдыңыз, сварка істемей қалдыңыз. Енді больницада жатсыз ба, Алла Тағала енді қайттан сізді тамақтандырады. Құда келеді, жекжат келеді, қыз келеді, бала келеді, жатсыз да nerede тамақ жеп. Қарасаңызшы, сіздің жаңағы неңіз нашарлады, мына жақтан тамақ өзі келе береді да. Дұрыс па, дұрыс емес па? Зато анау тамақтың артылғаны соншалықты үйге беріп жібереді екен ғой жаңа, үйге. Үйге апарып жеңдер деп та, құдадан, жекжаттан келді ғой тамақтың бәрі. Ет келді. Енді қараңыз, атағы шыққан әулие болды бұл. Сөйтіп бір күні бір ғалым адам естіпті ғой. Сондай әулие бар үңгірде. Ол енді оныкі дұрыс емес, біз оның істеп атқан дұрыс емес деп айтып атқан жоқпыз. Сөйтіп ана ғалым да бір батасын алайын деп келді ғой жаңа. Сөйтіп ғалым жаңағымен әңгіме қылды ғой жаңа. Сөйтіп бұл жағдайға қалай келдіңіз дейді ғой жаңа ғалым адам. Деп оны хикаяны айтады ғой жаңа. Бая шөл далада, айдалада бір нені көрдім жаңа қарғаны. Аяқ сынған, қанат сынған, көз көрмейді. Соны бір қарға кеп тамақтандырды, қарады жағдайын істеп, кейін ұшып кетті. Кейін мен
бұл Алла тағала адамды аштан өлтірмейді екен ғой деп осы жағдайға келдім дейді ғой жаңа. Сол таңдауды қарасаңызшы, бізге де Құдай тағалам таңдау беріп қойған ғой. Сонда жаңа ғалым айтады ғой, әттең депті да. Сіз анау бейшара, аяғы сынған, қанаты сынған, көзі көрмейтін, сондай, былай айтқанда қор болып тұр ғой енді анау енді. Одан артық қорлық бар ма аны? Сондай бір жарадар қарғаны таңдағанша депті да. Ана оған жаңағы сау, аяқ қолы бүтін, жұртқа жаңағы тамақ таситын, жаңағы жұртқа садақа беретін, жұртқа қол ұшын беретін, сол ана дені сау қарғаны таңдамадыңыз ба дейді да. Сіз ғой мен мынаны таңдапсыз дейді да. Ал анау да қарға ғой, дұрыс па? Бірақ ол не? Қол ұшын беретін жаңағы. Шөлдегенге су беретін, қарны ашқанға тамақ беретін жаңағыдай. Демек, құрметті жамағат, біздерге Алла тағала таңдау беріп қойған да. Біз сол анау не? Жұртқа қарайтын қарғаның рөлін таңдағанымыз жақсы екен да. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, алушы қолдан беруші қол жақсы дейді, дұрыс па? Енді қараң, мынау құйып жатыр да, беруші қол құйып жатыр. Алушы қол астында тұрады, дұрыс па? Егер ол алушы қол үстіне шығып кетсе, ол қайқа құяды анау? Демек, ол астында тұрады. Демек, беруші жоғары болып тұр ғой. Аспанда құйған үшін төбеде тұр, дұрыс па? Жерге құйып жатыр, жерден өніп шығып жатыр, дұрыс па? Демек, беруші қол ол жоғарыда тұр да.